Қайырлы күн, баршаңызға қоғамдық тыңдау қатысушылары. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың төрағасы мен Өтеғалиев Нұрбол Нұғманұлы, қалалық ішкі саясат бөлім басшысы. Хатшы кім екен? Хатшы өз-өзін таныстырып жүрсе. Хатшы кім тағайындаймыз? Председатель от компании ТО «Эквест», «Экоконтур». Если вы не против, буду я, Светлана Сатанова, эколог. Секретарь. Председатель мен Секретарем я буду. Если вы не против. Қарсылық жоқ па екен? Қарсылық жоқ. Сонда Светлана ханым хатшы болып тағайындалды. Баяндамашыға 30 минут уақыт беріледі. Бүгінгі тақырып қоршаған ортаға әсер ету экологиялық рұқсат алу бойынша экоцентр жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жобасы таныстырылады. Бастай берсеңіз болады, баяндамашы. Қайырлы күн, құрметті қала тұрғындары. Сіздерге дайындап келген презентациямыз бар. Тақтаға назар аударсаңыздар болады, және де маңызды ақпараттар сіздерге айтылатын болады. Сұрақ жауапты соңынан қойсаңыздар уақыт беріледі. ТО «Экоконтур» ықтимал әсерлер туралы есеп қалдықтарды өңдеуге арналған контейнерлік үлгідегі мобильді ғимараттар мен құрылыстар кешені Атырау облысы солтүстік өнеркәсіптік аймақта орналасқан. Тақтадан қарап, картадан біздің кәсіпорын туралы жалпы мәліметтер. Біздің нысанымыз Атырау облысы, Атырау қаласы солтүстік өнеркәсіптік аймақ 74А мекенжайында орналасқан. Нысанның ең жақын орналасқан асфальттық автомобиль жолы 150 метр қашықтықта орналасқан. Ең жақын тұрғын аймақ дейінгі қашықтық Атырау қаласы Самал шағым ауданы 1,5 километрде орналасқан. Және де жақын су нысанына дейінгі қашықтық Қара өзен каналы 2430 метрде орналасқан. Нысан құрылысында бөлінетін жер учаскесінің өлшемдері 45-17, 33-21 квадрат метрді құрайды. Кәсіпорын туралы жалпы мәліметтер: нысан қалдықтарды қабылдау, уақытша сақтау, сұрыптау және термиялық залалсыздандыру үшін арналған. Нысанның жұмыс режимі тәулік бойы 2 ауысымда жұмыс жасайды. Әр ауысым 12 сағаттан. Қалдықтарды қабылдау және сұрыптау алаңының қабылдау қуаттылығы 949,17 тонна жылына. Қалдықтарды термиялық залалсыздандыруға арналған инсинератор 50 қондырғысының өнімдігі 40 килограмм сағатына, 3341,28 тонна жылына. Үшінші тұлғаларға, сұрыпты ұйымдарға берілетін қалдықтар көлемі 601,89 тонна. Қалдықтарды термиялық залалсыздандыру қондырғысы инсинератор 50 кешенінің жұмыс режимі тәулік бойы жылына 360 күн. Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 2-ші бөлімінің 6-шы тарауының 6.2-6.4 тармақ шараларына сәйкес нысан 2-ші санатқа жатады. Кәсіпорын туралы жалпы мәліметтер: нысанда келесі ғимараттар мен құрылыстар орналастыру қарастырылған. Автотасымалдау салмақтары, әкімшілік ғимарат, едендік таразы, инсинератор, санитарлық тұрмыс контейнер, қалдықтарды қабылдау және сұрыптау алаңы, салқындатқыш және де ТМЦ сақтау қоймасы, қауіпті қалдықтарды сақтау қоймасы, қаптаманы жуу және дезинфекциялау бөлмесі. Өндіріс технологиясы: нысанға қалдықтар автомобильдер арқылы жеткізіледі. Территорияға кіргенде олар полосалық тараздан өлшенеді. Кіші көлемдегі жүктер үшін әкімшілік ғимараттарды контейнерлік типтегі едендік таразы қарастырылған. Қалдық нысанға келгеннен кейін жауапты тұлға көзбен тексеру жүргізеді. Содан кейін таразыда өлшеу жасалып, қабылдау журналына тіркеледі. Егер қалдықтар мен олардың сүйемделмейтін құжаттарды сәйкессіздік анықталса, сәйкессіздік актісі рәсімделеді, қалдықтар нысанға қабылданбайды. Өлшеу және тіркеу процедурасы сонымен қатар нысанда пайда болатын немесе үшінші тұлғаларға, физикалық тұлғаларға берілетін қалдықтарды қолданады. Кейін қалдық түріне байланысты олар тиісті учаскелерге жіберіледі. Термиялық өңдеу жататын қалдықтар инсинератор 50
жүктеледі, инсинератор илүүгө жүктеледі. Сұрыптауға жататын қалдықтарды қабылдау және сұрыптау алаңына түседі. Сұрыптау қолмен жүргізіледі, содан кейін жоюға жататын жарамсыз қалдықтар қайта өңдеуге немесе екінші шикізат ретінде пайдалануға жарамды қалдықтар үшінші тұлғаларға немесе физикалық тұлғаларға беріледі, немесе өз қажеттіліктеріне пайдаланады. Қауіпті қалдықтар уақытша қауіпті қалдықтарды сақтау контейнерлік қоймасында жинақталады, әрі қарай өңдеу немесе үшінші тұлғаларға беру мақсатында медициналық қалдықтар герметикалық контейнерлерде жеткізілген санитарлы нормаларға сәйкес контейнер типтегі салқындатқышқа уақытша сақталады. Жиналғаннан кейін медициналық қалдықтар инсинераторда жойылады немесе үшінші тұлғаларға беріледі. Медициналық және тағамдық қалдықтарға арналған қолданылған ыдыс-аяқтар арнайы контейнерлік типтегі жуу және дезинфекциялау бөлмесінде өңделеді. Бұл бөлме ыдысты жууға арналған раковинамен, ыдысты жуу су жүйесімен және мәжбүрлі ауа қозғалтқышымен жабдықталған. Қауіпті қалдықтарға арналған қоймада құрамында сынап бар қалдықтарды уақытша сақтау үшін қойма сүресі қарастырылған. Инсинератор илүү экологиялық тұрғыдан қауіпсіз, жоғары температурада қалдықтарды залалсыздандырады және өртеу үшін арналған. Қондырғы инсинератордан түтін мұржасы бар түтін өткізгіштер жүйесінің механикалық тазалауға арналған циклоннан құрғақ скруберден түтінсіз жанарудан контейнерлік сыртында орналасқан отын бағынан және отын құбырғыдан тұрады. Ауа беру құбыры арқылы жүзеге асырылады, ал қондырғыны басқару блогы арқылы іске асырылады. Бұл камерадағы температура сжигание до сжигания дейді, сонымен танысаңыздар болады. 1000 градус және 1200 градус. Тазалау жүйесі екі тазарту агрегаттан тұрады. Шығатын түтін газдардан шаңнан тазалауға арналған циклоннан және шаңнан алдын ала тазартылатын газдарды құрғақ химиялық тазалауға арналған скруберден. Қалдықтарды қабылдау және сұрыптауға арналған шатырмен жабдықталған алаң. Бұл алаңға келіп түсетін қалдықтарды қабылдау, оларды кейінгі мамандырылған алаңдар қоймалар бойынша сұрыптау жоспарланады. Инсинераторларға және немесе әрі қарай үшінші тарап ұйымдарына беруге медициналық қалдықтар, биологиялық қалдықтар, пайдаланған картридждер және де тағы да басқа қалдықтар тақтадан көрсеңіздер болады, жатады. Сұрыптау процесінде келесі қайталама шикізат түзетіледі. Қаптама жиналуына қарай әрі қарай қайта өңдеу үшін үшінші тарап ұйымдарына берілуі немесе өз қажеттіліктеріне үшін пайдалануға жоспарлануда. Контейнерлік типтегі салқындатқыш нысанда медициналық қалдықтарды, биологиялық қалдықтар сақтау үшін өнеркәсіп салқындатқыш жобаланған. Температураны 2 градус Цельсий мен 4 градус Цельсийге дейін ұстап тұруға арналған. Өнеркәсіптік салқындатқыш өлшемдері 2-4 12 метр квадратты құрайды. Контейнерлік типтегі ТМЦ сақтау қоймасы нысанда 20 футты контейнерде сақтау қоймасы қарастырылған. Және де қоймада нысанның толық жұмыс істеу үшін қажетті тауарлар, материалдық құндылықтар сақтау үшін арналған. Контейнерлік типтегі қауіпті қалдықтарды сақтау қоймасы нысанда 20 футты контейнерде қауіпті қалдықтарды сақтау қоймасы қарастырылған. Қауіпті қалдықтар қоймасында сынап құрамында қалдықтарды жинақтау және уақытша сақтау жоспарланған. Қойма металл жабдықталған. Сынап құрамындағы қалдықтарды түрлері бойынша орналастыруға арналған. Сынап жинау бөлмесінде демеркуризация жинақтығы қарастырылған. Тақтадан қарасаңыздар болады. Бұл біздің блок схема. Ауаны резервуарлық бассейн құрылыстық алаңда құрылыс кезеңінде атмосфераға ластаушы заттарды бір ұйымдасқан және де 5 ұйымдастырылмаған көздер анықталады. Нысан құрылысы кезінде атмосфералық ауаға 11 атаулы зиянды зат, соның ішінде 2 қосынды топ шығарылады.
құрылыстық кезінде атмосфералық ауаға шығатын зиянды заттардың жалпы көлемі 0,382-311-864 тоннаны құрайды. Құрылыстық кезеңінде ұзақтығы 11 ай, яғни 31 күн. Атмосфераға шығатын зиянды заттардың сипаттамасы тақтада көрсетілген. Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының екінші бөлігінің 6-шы тарауы 6.4 тармақшаларына сәйкес нысан екінші санатқа жатады. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрінің 2022 жыл 11 қаңтарындағы бұйрығына сәйкес адам денсаулығы мен өмір сүру ортасына әсер ететін объектілердің санитарлық қорғау аймақтарына қойылатын санитарлық эпидемиялық талаптар санитарлық қағидаларына 11 бөлім 46 тармағына сәйкес нысан екінші қауіпті сыныбына жатады. Су тұтыну және су беру құрылыстық кезеңі су тұтыну жалпы 1,2808 метр куб тәулікті құрайды. 39-да 7048 метр куб кезінде, оның ішінде қызметкерлердің тұрмыстық сусынның қажеттіліктеріне, яғни ішетін су және де өндірістік қажеттіліктеріне, шаңды басу, техникалық су, құрылыстық кезеңінде су беру, құрылыстың кезеңінде тұрмыстық сусындық қажеттіліктерге су жақын маңдағы елді мекенге жеткізілетін ішетін су арқылы қамтамасыз етіледі. Қабылданған шешімде тұрмыстық немесе өндірістік ағынды сулардың рельефке немесе су объектілеріне төгілуге болдырмайды. Эксплуатация кезіндегі су тұтынуы жалпы 1,7442 метрді құрайды. Тұрмыстық сусындық қажеттіліктер және өндірістік қажеттіліктер, техникалық су, шаңды басу кезіндегі және ыдыс дезинфекциялау, эксплуатация кезінде су бұру, алаң ішінде жолдарды өткелдерінің және алаңдардың суару үшін қайтарымсыз шығындылар 70-416 метр кубты құрайды. Қалдықтар нысанды құру және пайдалану кезінде, сондай-ақ аймақты санитарлық жағынан дұрыс ұстау үшін қоршаған ортаға зиян келтірмейді. Өндірістік және тұтыну қалдықтардың жинау, уақытша сақтау және кейінгі өңдеу мәселелері ерекше маңызды болып табылады. Жобада теріс әсерді азайту бағытталған шаралар қарастырылған. Нысандар жұмыс кезінде келесі қайта өңдеуге жарамды материалдар мен қалдықтар пайда болады. Эксплуатациялық кезінде инсинератордан кейінгі күл және қатты қалдықтар, циклоннан шыққан шаң, майланған қалдықтар, шүберек, қағаз, картон, архив құжаттары, лак боя өнімдері шыққан қалдықтар. Тақтаға назар аударсаңыздар, қалдықтардың атауларымен таныссаңыздар болады. Құрылыс және эксплуатация кезеңдерінде өндірістік және тұтыну қалдықтарының күтілетін мөлшері қауіпті қалдықтар, қауіпсіз қалдықтар, айна қалдықтар, жалпы қауіпсіз қалдықтардың айна қорытындысы, айна қалдықтарының қорытындысы, қауіпті қалдықтардың қорытындыларымен тақтадан таныссаңыздар болады. Қоршаған ортаның жай-күйін бақылау, мониторинг, аспаптылу өлшеулер арқылы жүзеге асырылатын ластаушы заттар шығарындыларының көздері туралы мәліметтер, және де мониторинг есептен әдіспен жүргізілетін ластаушы заттар шығарындылар көздері туралы мәліметтер, күлді төгу, шығарындылардың атаулары, күлді төгу, скруберден шламды шығару, лак бояу жұмыстары жүргізіледі. Қоршаған ортаның жағдайын бақылау, атмосфералық ауаның жағдайын бақылау бойынша кестелік жоспар, бақылау нүктесі, бақыланатын зат және бақылау мерзімділігі, жұмыс алаңымен шекаралық, санитарлық біздің шекарамыз. Қоршаған ортаның жағдайын бақылау, топырақтың ластану деңгейін мониторингілеу,
үлгі алу нүктесі және бақыланатын заттың атауы, рұқсат етілген ең жоғары концентрация миллиграмм бойынша килограммға және де мерзімділігі. Қоршаған ортаны қорғау шаралары жұмыстарды орындардың технологиясының дәл сақтау бақылау, атмосфералық ауаның жай күйін мониторинг арқылы бақылау және ластаушы заттардың концентрациясын ұлғайланған жағдайда қажетті шараларды қолдану. Көлік қозғалысын ұйымдастыру, қолданылатын құрылыс техника мен көлікті техникалық дұрыс күйінде қамтамасыз ету. Құрылыс монтаждық жұмыстар кезеңінде арналған технологиялық регламент әзірлеу, жұмысшыларды апаттық жағдайларға әрекет етуге үйрету және де тағы да басқа. Табиғатты ортаның құрамдас бөліктеріне ықтимал кешенді әсерді бағалау, кестеде қоршаған ортаның компоненттері көрсетілген: атмосфералық ауа, және де беткі сулар, жерасты сулар, топырақ, өсімдік жамылғысы, жануарлар әлемі, және де олардың әсерлі түрі, интегралдық бағалау, әсердің маңыздылық категориясы. Жалпы алғанда, белгіленген нормативтер мен талаптарды сақтау жағдайында нысанды құру және пайдалану қоршаған ортаға теріс әсер етпейді. Осымен презентацияның соңына келдік. Егерде түсінбей алған жерлеріңіз болса, сұрасаңыздар. Баяндамашы рахмет. Сұрақ, ұсыныс болса, қоюларыңызға рұқсат. Есть своя лаборатория или будет привлекать сторонних лабораторий? У нас нет своей аккредитованной лаборатории. Мы будем привлекать стороннюю лабораторию. Согласно экологическому кодексу у нас будет разрабатываться программа экологического контроля, где мы будем учитывать все ежеквартальные производственные мониторинг, это атмосферного воздуха, непосредственно самой установки, санитарно-защитной зоны и рабочей зоны. Будем мониторить. Ежеквартально, почву, радиацию. Да, весь комплекс. Да. Коды будете принимать от сторонних компаний тоже. Сторонних компаний будем принимать, сортировать, переводить в вторичное сырье, если такое будет возможно, да, макулатуру, бумагу, пластик, это будет еще передаваться сторонним компаниям. Часть отходов будет сжигаться на установке. Площадки для временного хранения будете организовать. Да. Контейнера. Контейнера будет, контейнера закрытого типа, то есть они будут стоять на бетонном основании, контейнера металлические, закрываться крышкой. Специально площадка приема. Для медицинских отходов холодильник предусмотрен? Да, мы предусмотрим холодильник. В летнее время все будет там, и в зимнее тоже в холодильнике, то есть накапливаем определенное количество, потом придет на установку. Контейнера будет дезинфицироваться, промываться, будет смотреть. Да, сұрақтар болса. Озеленение территории. У нас объект арендный, поэтому озеленение будет внутри нашего комплекса, будет для санитарно-защитной зоны, свою какую-то часть будем озеленить, внутри будем озеленить. То есть, согласно плану программных мероприятий, будет предусмотрено озеленение. Потом на период строительства, только что говорили, на период строительства. Само строительство, насколько это долго будет идти? 1 месяц. Только 1 месяц. 1 месяц. Ну, то есть там бетонные плиты, ничего такого копать там сверхъевероятного нет, бетонные плиты, на бетонном основании все будет, у нас там будут контейнера, сама установка, все будут блочно-модульного комплекса, все закрытое. То есть сама установка, она не просто вот установка и все, она будет закрыта у блочно-модульного комплекса. Да? Ну, хотим, не знаю. Сейчас сначала стекан-повозка, потом нормативные документы будем разрабатывать. Тоже каждый будет общественное слушание.
По плану, да, в этом году больше штраф. Рассказывайте, Мария. Там вопросы, если есть. Добрый день, и коллеги, кто подключился онлайн, вопросы есть? Сұрақ жоқ. Егер де барлығы түсінікті таныстырылған болатын болса, барлықтарыңызға рахмет. Қоғамдық тыңдауды өтті деп жариялаймыз. Нет вопросов, да, Гаухар? Нет, уже все было тогда. Спасибо большое, коллеги, что подключились. Общественные слушания завершились. Всего доброго. Протоколда қойылған сұрақтарды протоколға енетін болады.